Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Кезекті сабағымыз алдыңғы сабақтың жалғасы, яғни эстетикалық тәрбие. Эстетикалық тәрбиенің мақсаты жеке адамның эстетикалық мәдениетін дамыту, оқушының бойында көркем эстетикалық мәдениетті қалыптастыру, оны жоспарлы және мақсатты түрде сіңіру болып табылады. Бұның міндеттері, яғни бейнелеу өнер арқылы көркем шығармашылық сезімін, талғамын дамыту, эстетикалық құралдарды, өнер, әдебиеттерді қолдана білу әдістерін дамыту, эстетикалық сезімді және эстетикалық қабылдауды тәрбиелеу, оқушыларды әдемілікті көре біліп, сезінуге тәрбиелеу. Эстетикалық тәрбиенің компоненттері, яғни бірінші эстетикалық қабылдау, екінші эстетикалық сезім, үшінші эстетикалық талғам. Эстетикалық қабылдау деп әсемдікті қабылдау процесін айтады. Мұның нәтижесі эстетикалық әсерлену, эмоция болып табылады. Табиғат, өнер, адам, жасаған заттар, адамның сыртқы кейпі, рухани дүниесі, тұрмыс салты, әрекеттері мен қылықтары, адамның өзі де эстетикалық қабылдаудың объектісі бола алады. Ал эстетикалық талғам дегеніміз, бұл яғни әсемдікті дұрыс бағалай білуге тәрбиелеу. Эстетикалық талғам немесе көркемдік талғам әрбір адам өзі жасайтын белгілі бір эстетикалық мұратты бейнелейді. Эстетикалық мұрат дегеніміз адамдардың көксеп жүрген әсемдік жөніндегі түсінігі, адамның жетемау деген арманы, өмірде сол бойынша құрғысы келетін нәрсесі. Ол оқу процесіндегі эстетика, яғни балабақшадағы түрлі жұмыстар берілетін, түрлі балабақшаның ішіне кіргеннен бастап, ондағы эстетикалық әдемілік, сондағы безендірулер, бұның барлығы да осы талғамға сай, баланың көңіл күйін көтеру, балаға деген жаңағы сол балабақшаға деген ынтасын арттыру мақсатында жасалатын дүниелердің бірі. Яғни бұл эстетикалық әдемілік, баланың өз бойына, әр баланың жаңағы киім киюіндегі, сөйлеу сөзіндегі, бір-біріне деген қарым-қатынасындағы мәдениеттілік, осы әдемілік жан-жағындағы, табиғаттағы әдемілікті байқай білу, осының барлығы эстетикалық мәдениеттің барлығы осы балабақша кезеңінен бастап алады. Оқу процесіндегі эстетика, яғни оқушылардың эстетикалық тәрбиесі, оқу тәрбие процесінде іске асырылады. Бұл эстетикалық білімнің негізі оқу пәндері. Оқу пәндері, ондағы айнала қоршаған ортамен танысу, сауат ашу, қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру деген сияқты пәндер, бұл балабақша қабырғасында өтілетін пәндер. Сол осының барлығы эстетикалық тәрбиеге негізделгенде, бұл кез келген дүние, ондағы алдындағы ойыншық болсын, алдындағы салып жатқан суреті болсын, болмаса ермексазбен жасалған жұмыстары болсын, бұның барлығы да өзінің эстетикалық талапқа сай негіздеп бейнеленіп, сондай әдемілікті көре білуі балалардың, бұның барлығы да осы оқу пәндерінде кездестіріледі. Мектеп оқушыларда әртүрлі пәндерді оқу нәтижесінде табиғатпен, еңбектің сұлулығын және адам іс-әрекетінің әдемілігін бағалай білуді түсінеді. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.